Франциялық Гермион желкенді кемесінің заманауи көшірмесі Атлант мұхитын айналып шығу саяхатындағы соңғы айналымын жасап кері оралды. Экипаж мүшелері саяхат кезінде қолайсыз ауа райына жиі тап болғандарын айтады. Кеме Атлант мұхитындағы француз қауымдастығына қарасты Сен-Пьер және Микелон аралдарынан шыға бергенде теңіз дауылына ұрынған. Бізге теңіз дауылы жайында ескерту келіп түсті. Қиын болды. Түн мезгілі болатын. Желкенді кеме сағатына 12-13 узыл жүзді. Бұрын соңды тіркелмеген көрсеткіш болды. Жалпы тамыздың 5-нен 6-сына қараған бұл түн біз үшін ерекше есте қалады, дейді кеме капитаны Ян Карью. Кеме саяхатқа осыдан 4 ай бұрын 18 сәуірде Илде-Экс аралынан аттанған болатын. Бағыт Атлант мұхитын жүзіп өтіп, 1780 жылы ақш тәуелсіздігі үшін соғысқа қатысу мақсатында Ла-Рошель аралынан Бостонға дейін жүзген Лафайетта кемесінің жолын қайталау еді. Желкенді кемені жасауға 20 жыл уақыт пен 20 миллион евро жұмсалған. Кеме саяхаты мұнымен тоқтамайды. Француз-американ достығының белгісі ретінде кеме мұражай рөлін атқарып, жаңа оқиғаларды зерттеу мақсатында саяхаттар ұйымдастырып тұрады. ақш-та ел тарихындағы аса ірі көлемде есірткі тәркіленді. Сан-Диего қаласының жағалау күзетінің кемесі тәркіленген 32 тонна кокаинді жергілікті полиция бөлімшесіне жеткізді. Жағалау күзеті қызметкерлері есірткі тасымалын анықтап, қолға түсіру үшін 4 ай уақыт жұмсаған. Тәркіленген кемелердің арасында 2 сүңгуір қайықта кездесті. Есірткінің жалпы құны $1 миллиард асады. Грекия үкіметі мен халықаралық кредиторлар тобы елдегі келешекте тіркелетін бюджеттік көрсеткіштерді есепке ала отырып, өзара мәмілеге келді. Енді халықаралық кредиторлар ұсынған миллиардтаған қаржы Грекияның банкротқа ұшырамауына және еуроаймақ құрамынан шықпауына қызмет етеді. Келіссөз 18 сағатқа созылды. Дегенмен, Грекия қаржы министрі Евклидс Сакалотос әлі де шешімін таппаған 2-3 мәселе барын ескертті. Келіссөзге жауап ретінде Грекия халықаралық валюта қоры мен Еуропа орталық банкі талап еткен реформаны бекітуі тиіс. Реформа сәрсенбіде Грекия парламентінің қарауына жіберіліп, бейсенбі күні дауысқа салынады. Егер заң жобасы мақұлданса, Грекия алдағы 3 жылда 86 миллиард евро көлеміндегі несиені иеленетін болады.